Домбыра жасап жатырсыз ба? Домбыра жасап жатырмын. Неден, қандай ағаш? Мынау кейіннен қазір граб деген ағаш бар мынандай. Қара. Өзі түсі осылай қара енді. Химиялық жолмен қарайтылған ағаштар бұлар. Мынандай ағаштар қара. Бұны енді арнайы Россиядан алдырдым. Интернет магазин. Граб? Граб деп отыр. Граб? Граб. Граб. Сол. Бір домбыра шертіп жібермейсіз ба бізге? Домбыра шертпейді. Мынау бұрынғы шаппа домбыра, мынау кейіннен жасалған. Екеуі жасалып ем, анау кезде Астанаға кетіп қалып. Көп жасап жатқан жоқпын сол. Мынау жасап жатырмын. Домбыраны білесіздер. Өнөгерек, иә? Sağlasın. Домбыраны көрсетпей қойсаңыз болады. Мен музыкалық нем жоқ мен. Сауатым жоқ, музыкалық сауатым. Керемет ойнайдыңыз, күшті ойнайдыңыз.
тыңдай бергің келеді. Домбыраның үнін білу керек қой енді, мен шебер болғаннан кейін. Домбыра қалай шығып жатқанын, онан кейін қазіргі кезде айтып жатырмыз ғой, шеберлер көбі жаңағы оны Невзоровтардың күзде жиналған кезде шеберлер жинап, өз мнениемізді, өзіміздің пікірлерімізді айтып, мақсаты сол. Домбыраны қалай сапалы қылып сақтау керек, қалдыру керек, сапалы қылып. Сол жөнінде әңгіме қозғалды. Сонда да айттық, мен де айттым, тыңдасаңыздар болады. Жаңағы нелерде бар ғой, ютубта. Біздің выступлениеміз бар, әрбіреуіміздің. Бар шығар енді, сақталып тұрған жер бар. Қалай тыңдауға болады? Қандай? Жаңағы Невзоровтар музейінде жаңағы... Семей музейі десек шыға ма? Иә. Семей мұражай. Сондағы мұражайда. Күзде ол, былтыр күзде болып кетті ғой. Сонда. Сол домбыраның сапалығы жөнінде айтылды, айттық бәрін. Қазір шебер көп болғаннан кейін кейде өздеріңіз енді білесіздер ғой, әртүрлі домбыралар болып жататын жерде. Мен айтам, өзі шынайы жүрейік, халықты алдамайық деймін. Ана ойымына керемет деп ол алатын халықтың бәрінде музыкалық сауаты болмайды. Ол кісілер жаңағыдай музыкант ертіп жүрмейді қасына. Сондықтан жаңағы алатын кезде алдамай, нақты өзің біліп отырасың ғой, қандай деңгейде домбыра екенін, солай беру керек. Бәленбай қымбат бағаға сатып алып келеді де, маған ремонтқа алып келеді мысалы, көбінесе. Ана жер анандай бағаға алып едім мына домбыраны, жарамайды деп айтты деп, маған келіп ремонтқа алып келеді көбінесе. Ол шын нәрсе ол. Ондай факт. Сондайға шебер болып жүрген жаңағы жас жігіттер ғой көбінесе, соларға енді өзіміздің ақылымызды айтамыз. Мысалы орта қолды арзан домбыра керек, соған қарай бағасына бер деп сондай мәселелерді қозғадық. Неғұрлым ол қазақтың өзінің ұлттық аспабы, ол бренд сол. Оның құнын жібермеуге тырысу керек. Жаңағы Першин деп айтып кеттім ғой, үлкен Мұса деген кісілер. Мысалы сол кісілер кезінде конкурсқа 90-шы жылдары барып жүргенде көп сұхбаттасатынбыз. Шеберханаларында үйренуге тырысасың. Жаңағындай. Қалай сол кісілердің шеберханасынан шықпауға тырысасың, ана сылтауды айтып, мына сылтауды айтып. Сол кезде жас болдық қой ол кезде. Әбдікәрім аға, домбыра сапалы болу үшін ағашы мықты жақсы болу керек па? Әрине. Неге байланысты? Сосын мына қақпаққа байланысты. Мына қақпақ таза шырша ағашы болса, шайыры аз, дыбысқа немене болады? Дыбысы білінеді ана, хрустальдырғандай ма? Резонансын ел дейді, осы резонансын ел осыдан жасалыну керек, дыбыс өткізгіштігі өте жоғары. Сонда бұның енді тербелісті, ішектегі тербелісті осыдан өтіп, мынау үлкейтіп, өзгертіп, шығарып тұрады дыбыс ойынан. Дыбыстың принципі сол ғой сонда. Шырша болу керек дейсіз. Сонда қақпақ бұл 70%, 70-тен де көп процент рөл ойнайды дауысында. Қақпақтың ағашы. Әрине сосын шанақта қатты ағаштан болу керек, қатты ағаштан. Қатты үйеңкі, негізі үйеңкі ағаштар. Жалпы домбыраны қалай, осы бөлшектері қалай аталады? Анау қақпақ, мынау шы? Мынау шанағы дейді. Шанағы мынау? Жеке шанақшалардан құралады. Шанақша? Құрама домбыра, шанақша. Жеке шанақшалардан. Бұлар мысалы 9-дан құралған. 9 шанақшадан құралған. Мына жағы не дейміз? Мынаны мойын дейді. Мойын? Мынаны мойын бет дейді. Мойын бет бөлек қатты ағаштан болады. Бетті бөлек болады. Мойын бет. Мойын бет. Мынаны алақан деп атайды, немесе домбыраның басы дейді. Құлақ дейді ғой еше. Жоқ, құлақ дегеніміз. Құлақтар олар мыналар. Құлақтар енді мыналар болады, құлақтар. Құлақтар мынау екен ғой. Мынау алақан. Сосын мына жерге табалдырық пернесі болады, мына домбырадан көрсете берейін. Мынаны табалдырық пернесі болады, мынау табалдырық перне. Табалдырық перне. Тиек. Табалдырық тиек. Шайтан тиек деп атайды. Мына 19 пернелік домбыра. 19 болады. Мынау 48, мынау 40. Сантиметр. Музыкалық немене, ол стандарт жаңағы. 40 сантиметр. Мына
шанақтың ұзындығы. Мынау 48. Мынау 48 болады. Ал Әр пернелер өздері жаңағы стандартталған ноталарға келтіріліп қойылған, барлығы стандарт. Бұл тиек. Тиек. Бұл тиек. Шегі, дыбыс ойығы. Дыбыс ойығы. Мынау дыбыс ойығы. Мынау қорған. Қорған дейді мысалы, мынау жаңағы ойнағанда тырнақтың тиіп. Тырнақ тастамас үшін. Шырша ағаш жұмсақ қой. Тесіліп кетеді жылдам. Сондықтан мына қорғанды қатты ағаштан жасайды. Сен безендіріп өрнектеп, жаңағы ой өрнектерін келтіреді. Бетіне жұқа қылып сол қорған жасайды. Қорған мынандай шпон дейді, мынандай жұқа кілінген ағаштардан салынады. Сосын оюларды осылай келтіріп, сүйектің тақтап кейіннен. Осылай өрнектейміз. Мынау құрама домбыра болса, мынау шауып жасалған тұтас ағаш. Бұл қиын шығар бұндайды жасау. Қиын, бұл енді. Бұлар қымбатты болатын шығар. Бұның жұмысы кішкене ауырлау болады. Шауып жасалған. Мынандай жұқағып, шауып шығып. Пішім. Сондай. Рахмет, біраз білімімізді толтырдық. Әбдікәрім аға? Тағы айтатынсыз бар ма? Алдын ала енді кепкен заготовка дейді, алдын ала дайындалған ағаш, өте кепкен ағаштар болу керек. Содан алдын ала кесіп өп, дайындап қойып, осыдан мыналардың барлығы кепіп тұрған ағаштар осылардан құраймыз. Кеше келген музейдің балаларына көрсеткен қалыптар. Мысалы, ән домбыраларға көбінесе осылай жасадым. Арт жақтағы қалыптар, бәлім 34 жыл болды ғой жасап жүрген. Мынау жаңағы не модель ретінде, е? Мынау қалып дейді, осыға жиналады. Қалып? Мына қалыпқа жиналған. Мына домбыра осы қалыпқа жиналған. Түсінікті. Мынау осылай бекітіледі. Түсінікті. Бүйтіп жиналады. Мойны мынаған бекітіліп алады. Осыға жиналады, андай шаблон. Кеше балаларға көрсеткен бұл оларға да рахмет. Сіздің өзіңіздің енді қазір оқытып атқан, сіздің артыңыздан еріп келе жатқан сондай нелеріңіз бар ма? Оқушыларыңыз? Бірнеше жаңағы бұрынырақ үйреткен балаларым енді орта қолды шебер болып шықты. Мектепте 10-шы класстардан. Олар енді кәдімгідей орта қолды бірнеше балалар шыққан болады. Енді олар шұғылданып жүрме, кейіннен бейхабарым. Сосын 1-2 жігіттерді үйреткен осы мастерскойда. Енді оларда кейде жасап, кейде жасамай жүреді. Енді керемет қатты шұғылданып жүрген енді өзінде аса не жоқ. Сайы көзі қазір білмедім мен енді. Кеп үйренейік деген жігіттер жасап. Үйретіп жіберем, артынан тастап кетті бірнешеу. Ары қарай жалғастырмады. Әбдікәрім аға, қол өнер болу үшін бір аладан бір дарындылық болу керек па, жоқ? Өз кез келген адам бұл шеберлікті үйреніп кете ала ма? Өте дұрыс сұрақ. Ол кез келген адам деп айта алмаймын мен. Оны кейін өзім тәжірибемен де білем. Тіпті өзің бір шабыттанбасаң, көңің соқпаса, мен тіпті мына бір бәкіменен, пышақпенен ағаш жон алмай қалады, жоңым келмей қалады. Ал шабытым келіп тұрса, қолым жүрсе, тура көңілменен 1-2 күнде талай атқарып тастайсыз. Қолың жақсы жүреді. Сонда өзім ойлаймын, бұл қасиетті нәрсе ол. Кім әйтпесе көп шұғылдана бермей ме барлығы да. Кей адамды ойлайсың, осы адамның қолынан келеді ғой, анандай нәрсені керемет жақсы істеп. Кеш домбыра жасап көрсеңші десең, жоқ, тартпай қойды. Домбыра жасамайды ол кісі. Сонда ойлаймын, сол өзі бір талант. Бір адамдар өзіне немейді деп ме деп. Талант болу керек. Жақсы. Шеберлік өз алдына, домбыра жасаудың өнері өз алдына бір бөлек па деп ойлаймын. Өзімнің пікірім. Оған бір тәрбие, менталитет керек те шығар, орта керек шығар, е? Орта керек. Жаңа кішкене стимул дейді ғой. Кішкене бір нелер адамдар араласып нетпішсе, онда сен жақсы
колум жакшы жүрөт, соған байланыштуу. Айттым ғой бағана мен бұрынғы үлкен адамдар, осындағы музыканттар көп келетін үйде, тіпті қонатын ана кісілер кейде. Әңгіме құрып, домбыраны қарап, дауысын тексеріп, сонда менде өте жақсы жаңағыдай немене болатын менде жасауға құлшынысым жақсы болады. Иә. Ол көп әсері бар. Сондай. Жақсы. Тағы қосатыңыз бар ма? Жоқ, осымен аяқтаймыз ба? Міне скульптураларым мектепте пайдалану үшін жасап қоямын. Неден жасайсыз бұны? Ана пластилин жасап қойған эскиздер ғой, балаларға көрсетемін. Соны қалай қатырып аласыз соны? Холодильник болса холодильник, ол бір атқаса тұра береді. Ана скульптурный нелер ғой, арнайы пластилиндер. Тез еркете қоймайды. Мұқағали Мақатаев па? Оны біле қойдым. Әбдікәрім аға, көп рахмет. Өте жақсы сұхбат болды. Енді ісіңіз алға баса берсін, армандарыңыз орындала берсін. Өзіңіздің ізіңізден басатын жас шебер балалар көп болсын. Қуана беріңіз жетістіктеріңіз. Жаңа бір үміт кеттім, ана өзім авторлық домбыра жасау, үйрену деген үйірме ашпақшы болғам. Авторлық өзім бағдарламам бар. Енді міне биыл сентябрьде енді көптеп сағат бөлініп бізге мән берген жатыр ғой, қайтадан бейнелеу. Сол кезде енді соны мектепке тағы қайтадан кіргізетін шығармын деген. Мектептен ашасыз үйірме? Мектептен ашам. Мектепте. Жалпы балаларға айтатыныңыз бар ма? Үйренем деген балаларға? Әрине, сол балаларға мысалы үйренем десе, бұл деген керемет нәрсе ғой, бұл өзіміздің ұлттық бір жағынан құндылығымыз. Бұны жоғалтпауымыз керек, ол былай да түсінікті нәрсе. Ал енді үйретем деп тұрған кезде үйренуге келісім беру керек пе деп ойлаймын. Үйренем деген балалар екінші мектепке ашылып жатса, енді ол қазір енді ол өзіміздің мектепте де балалар бар ғой енді. Келуге болады, ол тегін бола ма, ақылы бола ма? Белгісіз ол. Әлі белгісіз. Енді міне мән беріп жатыр ғой, жаңағы әңгіменің бәрі содан. Енді қазір бейнелеу өнерін бөлек, сосын жаңағы үйірме жұмыстарына да мән беріп, бөлек сағаттар бөліп. Әбдікәрім аға, жалпы қолөнер сіз сияқты адамдар ақша жақсы таба ма? Жастар соған қарайды. Күн көруге бола ма, болмай ма деп олар солай есеппен барады. Қазір бәрі солай екен, балаларға айтып қойыңызшы. Талабы солай шығар енді. Мен ол да керек шығар. Дегенменен енді түпкі негізі енді ол ана өнердің құндылығын сақтау керек. Ол ақша тауып өз алдына. Ол жаңағы өнер деген бұл керемет ғажайып нәрсе ғой. Жаңа сурет салу болса да, бір нәрселерді көркем. Жаңағы адам өзі бір әлемге кіріп кетеді. Өзім солай сезінемін. Ол жерде сен ойламайды кетесің кейде. Жақсы, басқаша қояйын сұрақты. Ең қымбат домбыраңыз қаншаға саттыңыз? Міне 150-ге мынандай саттым. Краптан? 150 мың теңгеге. Мынау мысалы 80 мың домбырасы. Сосын сол. Мынада да граф қосылған. Солай ақырындап. Ал енді бұл бағалар басқа жерде басқадай. Енді өздері алған адамдар дауысын салыстырып жатады, өздері нетіп жатады. Бәрі енді айтып жатады, енді жақсы деп жатыр алғандар бәрі. Енді айына бір 4 домбыра сатсаңыз 600 мың қалқыңыз. Айына келмейді ғой. Bir ayda bir домбыра шығарсам кейде мен соған. Кетіп айтсаңыз балалар келмейді. Балаларға ақша туралы айтсаң келмейді. Әди балаларға реклама жасап жатырмын ғой. Жақсы, көп рахмет аға. Жаңа айтып отырмын ғой. Сізге сәт. Таза осымен шұғылдансаң, көп шебер солай. Олардың жұмыстары сол ғана. Иә, сіз енді хобби ретінде айналысасыз. Хобби ретінде шұғылданам. Жаңағы неғұрлым сапалы шығаруға тырысам, аз-аздап болса да. Үлкен жұмысым бар менің. Алматыда 300-400 мың домбыралары бар. Миллион домбырасы бар. 800-ден басталады мынандай ебін деген қара ағаштардан жасалған домбыралар. Өзім шеберлерімде миллионға да сатып болады дейсіз ғой. Сондықтан? Иә, сондай. Қызығындар балалар. Әбдікәрім ағамыз шақырып тұрғанда бару керек, үйрену керек. Жақсы, рахмет. Сіздерге де рахмет. Көп-көп. Мүсіндер шығады дейсіз, дүние шығады дейсіз ғой. Ойланасыз ғой, не жасайды екем деп.
Кейде қызығасың, осыған уақытың кетеді кейде. Иә. Анаған кейде ананы істегің келеді. Иә. Бәріне құлшыныс Иә. бар дейсіз ғой. Уақыт жоқ. Уақыт кішкене тапшы. Тапшы болады. Иә. Болды, осымен аяқталдық. Бүгінгі сұхбатымыз осындай. Керемет, күшті, пайдалы. Сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Осылай ақпарат алып, бөлісіп жүре беріңіздер, таратып. Көп рахмет сіздерге де. Сау болыңыздар.